факторы қарым-қатынас болып табылады. Қарым-қатынас үнемі әлеуметтік қожықтық сипатта болады. Педагогикалық іс-әрекетте қарым-қатынастың алатын орны жоғары, себебі педагогтың негізгі атқаратын қызметтері тәрбиелеу, оқыту, білім беру, дамыту, қалыптастыру процестерін қарым-қатынассыз көз алдымызға елестету мүмкін емес. Педагогикалық қарым-қатынаста педагог жетекші рөл атқарады және педагогикалық міндеттерді анықтайды. Сол міндеттерді шешудің тиімді жолдарын іздестіреді. Қарым-қатынасқа байланысты қойылатын міндеттер коммуникативтік міндеттер деп аталады. Ал енді екінші сұрақ бойынша анықтамаға тоқталатын болсақ, бізде педагогикалық қарым-қатынас түрлері. Педагогикалық қарым-қатынас негізінен 4 топқа бөлінеді. Алғашқысы бізде вербальды қарым-қатынас, екіншісі вербальсыз қарым-қатынас, үшіншісі интербелсенді, ал төртіншісі перцептивті қарым-қатынас. Ең алғашқы қарым-қатынас бізде вербальды қарым-қатынас. Бұл жерде бір адамның екінші адамға немесе топқа сөз арқылы ақпараттар жеткізуі. Сөз адамға ғана тән, аса маңызды құдіреттіліктің күш иесі және вербальды қарым-қатынастың негізгі құралы. Вербальды қарым-қатынас бізде 2 топқа бөлінеді: аксиалды және дифференциалды. Екіншісі бізде вербальсыз қарым-қатынас. Бұл мимика, ишара, сондай-ақ пантомимика арқылы сөзсіз қарым-қатынас. Алғашқысы мимикаға келетін болсақ, бұл бізде адам бет әлпетінің қимыл қозғалыстары. Ал ишара, яғни бізде жест. Бұл қарым-қатынас барысында адамның психикалық көңіл-күйіне байланысты болады. Яғни қимыл қозғалыстары. Ал пантомимика дегеніміз, бұл бізде қарым-қатынаста адамның қолының, денесінің, аяқтарының қимыл қозғалыстары. Үшінші қарым-қатынас бізде интербелсенді қарым-қатынас. Интербелсенді қарым-қатынас дегеніміз адамның өзара тығыз байланыста болуы, көпшілік ішінде жұмыс істей алуы. Осы интербелсенді қарым-қатынастың негізгі ерекшелігіне келетін болсақ, бір топтағы адамдардың ортақ мақсатқа жетудегі бірлескен іс-әрекеті. Төртінші қарым-қатынас бізде перцептивті қарым-қатынас. Перцептивті қарым-қатынас дегеніміз басқа адамның ішкі жан дүниесін сезіне алу процесі. Ал перцепция дегеніміз қабылдау, сезіну, түйсіну дегенді білдіреді. Енді Educaplay платформасы арқылы тапсырмаларды орындайық. Әр топтан бір оқушыдан шықсын. Ал енді ойынымызды бастайық. Педагогикалық қарым-қатынастың неше түрі бар? Педагогикалық қарым-қатынастың 4 түрі бар. Қарым-қатынасқа байланысты қойылатын міндеттер: коммуникативті, интербелсенді қарым-қатынастың неше түрі бар? Вербальсыз қарым-қатынасқа жатады: мимика, жест, пантомимика. Вербальды қарым-қатынас құралы, ол бізде сөзсіз. Жақсы, рахмет, орындарыңызға отырсаңыздар болады. Ал енді WordFlow платформасы арқылы бекіту тапсырмаларын орындасақ. Екінші яшық ашайық. Конкуренция дегеніміз не? Конкуренция бұл бәсекелестік дегенді білдіреді. Конкуренция бәсекелестік дегенді білдіреді. Жарайсың, дұрыс. Вербальды қарым-қатынас нешеге бөлінеді? Гүлнұр айта ғой. Вербальды қарым-қатынас 2-ге бөлінеді: аксиалды және ретиалды. Қарым-қатынас 2-ге бөлінеді. Соңғы сұрақ бізде